Ақ құс туралы аңыз. Шәмшінің шырқап салатын әдемі дауысы болмаса да, өзінің табиғатын түсініп, оны тыңдаушысына жеткізе білетін әсем үні бар еді. Оның дауысы кейде қырылдай шығып, биіктей алмаса да, тыңдар құлақты еріксіз елтіп, қай жүректі болмасын баурап әкететін. Саған қай қасиеті бұрындарыды? Ән салу ма, әлде ән шығару ма деп сұрағанымда, Шәмші сәл ойланып, Бетховен тас керен болса да, ғажап музыка жазған. Байқадамов қазақ әндерін айтуға олақ болғанымен, нағыз қазақи әндер жазған. Өйткені бәрінің көкірегінде сайрайтын бір ақ құс бар деген еді ол. Анамнан естіген хикая еді. Сол ақ құс туралы әңгімемді тыңда. Алыстағы бір асқар таудың басын армандай сұлу ақ құс мекендесе керек. Ол төгілте ән шырқағанда тау мүлгіп, көл тынып, аспан егіледі екен дейді. Оның әсем әнін аңсаған пенделер осы тауға ағылып, ақ құстың ұядан ұшуын апталап, айлап күтіп жатады. Өзінің әніне ынтық болған жұрт мол жиналған шақта, ақ құс аспандап ұшып, тау асып, ел асып, махаббат жайлы мұңлы да қуанышты әнін шырқайды. Ол небір қайғылы жүректің мұңын басып, сөнуге айналған үмітке от жағады екен дейді. Ақ құстың ел жұртты тамсандырған осы даңқы қара құсқа жетіпті. Өзінен басқаның жақсы болуын қаламайтын қара құс кәріне мініп, оның көзін жоюға бел байлапты. Ақ құстың аңғырт, бейбіт шағын аңдыған ол бір күні шап беріп ұстай алып, қанды тырнағымен бүріп өлтіруге айналады. Ақтық шағы тақалғанына көзі жеткен ақ құс, ең болмаса бір ән айтып өлейін деп жалынған екен дейді. Қара құс сәл ойланып, бір әнде тұрған не бар дейсің? Айтсаң айт деп рұқсат береді. Ақ құс екі иығынан ауыр дем алып, биік аспанға мұңая көз салып, бұл дүниеде бұрын соңды ешкім естімеген бір әнді шырқай жөнеледі. Бұл әнді естігенде азынаған жел де тына қалады. Қара таудың көкірегі қарс айырылып ақ ұрады. Өзен ағысын тоқтатады. Ағаштар жапырағын жайып қайғыға оранады. Бар дүниені түн басады. Бұл не боп қалды? Деп қара құс жан жағына қараса, өзі де егіліп, еңкілдеп жылап отыр екен. Бар, ұш, сен азатсың деп айқай салыпты ол ақ құсқа. Бірақ ендігәрі тырнақ